Абзалмен жаңағы Нұрбол қолымнан ұстайды. Сол кезде мен айтам оларға, мен баламыма тимеңдерші, мен анасымын, тимеңдер деп өтінем. Сол кезде Абзал маған айтады, аузыңды жап. Тыныш, жоқ, өзі ол жәбірленуші, мен сізге айтып тұрмын, онда тұрған ештеңе жоқ. Егер кішкене шатасып қалып жатса, егер ондай жағдайлар, адам болғаннан кейін көп нәрсе есте қалмауы мүмкін. Оны шешім қабылдайтын сот. Сол кезде маған Абзал айтады, аузыңды жап, сені де өлтіреміз дейді. Сосын мен былай қарағанымда, магазин жақ қарағанымда екі қызды көрем. Екі қызға қарап айтам, мен скорый милиция шақырыңдаршы деп сөйтем. Ол қыздар маған қарап тұрды. Ештеңе істеген жоқ. Сосын мен жұлқимын, қолымнан жұлқып, мен Шератқа қарай жұлқынып шығып кетем. Ол кезде жаңағы бір топ 7-8 адамдар Нұрағат пен Шератқа жабылып жатады. Сол кезде Шерат артқа шегінеді де құлайды. Сол кезде мен Шераттың аузынан бұрқ етіп қан аққанын көрем. Шератқа жүгіріп барам. Сосын Шерат айтады, мама, мына жағымды қараңызшы деп сол жағын көрсетеді. Сосын пышақ салған көрем сол кезде. Одан кейін жаңа Нұрғанатқа жабылып жатады, жаңағылар тепкілеп, ұрғылап. Мен сол моментте Нұрқиястың қолынан мылтықты көрем. Одан кейін Шерат пен Нұрғанат жабылып жатқан кезде жаңа Шерат қасында болдым ғой. Одан кейін олар Нұрғанат ұрып, тепкілеп, соғып болғаннан кейін олар менің балам Шераттың ауыр халде жатқанына қарамастан, олар бізге қарай бет алады. Сосын Нұрқиястың қолынан Нұрғанат ұрып жатқан кезде мылтығын көрем, Нұрғанатты да ұрады. Одан олар бізге бет алады қайтадан. Бет алған кезде жаңағы Нұрқияс Шераттың басынан ұрып атқан кезде оң қолыммен тосып қалам, баламды қорғап. Қолыма тиеді, одан кейін 3-4 рет ұрады.